жоқ? Құрмаға ераспен маңызы жоқ. Себепті ма? Себеп. Жақсы. Ал өткен сабақты еске түсіру мақсатында сендерден қазір өткен сабақты сұрайын. Үйге қандай тапсырма беріледі? Қандай тақырыпты өттік? Иә. Негативті көбею. Жақсы. Ал енді сендерден ролетка әдісі арқылы қазір өткен тақырыпты еске түсіріп жіберейік. Қазір кімнің аты шығады, сол сұраққа жауап береді. Мен бұл сабақта теруді білдім. Терудің екі артиклары, бірінші көші, екінші қалемші арқылы теру. Көші арқылы тергенде бір бұтақты алады да, оны кішкентай сопақша бөліп есеп алады. Оны ол бүршікті көші деп атайды. Сол термеші кезінде көші қояды. Жақсы. Келесі отыра ғой. Тағы кімнің аты шығады, сол қазір сұраққа жауап береді. Сұрақтардың парталарының үстінде жақсы болып тұр. Мен зигота, гермафродитизм және де гамета деген терминдерге анықтама беремін. Зигота дегеніміз ол ұрықтанған жұмыртқа жасушасы. Ал гермафродитизм дегеніміз қосжыныстық. Яғни қосжыныстық дегеніміз аналықта да, аталықта да кездеседі. Аналығы да, аталық да бір өсімдікте кездеседі. Ал гамета дегеніміз аналық та, аталық та қос жұмыртқасы. Отыра ғой. Сабақтарда біз жыныс жасушаларын өткенімізде, жыныс жасушалары нешеге бөлінеді? Тез алып айтып жіберейік. Жыныс жасушалары. Жыныс жасушалар екіге бөлінеді. Жыныссыз және жынысты. Жақсы. Отыра ғой. Жынысты көбею дегеніміз тез айтып жібереміз. Жынысты көбею жасайды. Яғни өздігінен екіге бөліну арқылы көбейеді. Жақсы. Отыра ғой. Жақсы. Ал енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз бүгінгі сендерге сұрақ қояйын. Мына гүл ол әсемдіктің белгісі. Гүл дегенде көз алдарына не келеді? Соған мына гүлге байланысты біз топтастыру жұмыстарын жүргізіп жіберейік. Ойларына не түседі гүлге келген кезде? Иә, Айша. Ал гүл ол әдемілік. Топтастырып жібереміз. Иә. Гүлдің құрылысын жасаймыз. Айтып жүрем. Иә, гүл, яғни біз не істейміз? Гүлді сыйлаймыз. Жақсы, тағы. Я не гора? Гүлдегі хош иісті айта аламыз. Иә, хош иісті айта аламыз. Дел гора? Гүл ол әртүрлі түсті. Иә, гүл ол түрлі түсті. Ал енді осы гүлдердің өзінің түрлеріне байланысты гүлдер жай гүлсерікті гүл және қос гүлсерікті гүл деп екіге бөлінеді екен. Жай гүлсерікті гүл дегеніміз жай гүлсерікті гүлден тостағаншасы болмайды. Яғни оларда жаңағындай тек қана күлтесі болады. Сондықтан оларды жай гүлсерікті гүл дейміз. Ал қос гүлсерікті гүл дегеніміз олардың тостағаншасы болады, күлтесі болады. Яғни бір гүлде аналығы да, аталығы да болады. Сондықтан оларды қандай гүл деп атайды екенбіз? Қос гүлсерікті гүл деп атайды екенбіз. Жаңа жай гүлсерікті гүл, қос гүлсерікті гүл деп. Енді бұл гүлде гүлдің сағағы болады. Гүлдің сағағы арқылы сабағына бекінеді. Кішкентай жіңішкерген жері сағағы дейді. Сол гүлдің жіңішкерген жері сабағына бекінеді. Гүлдің табаны болады. Гүлдің табанына барлық гүлдер бекінеді. Гүлде жаңағыдай күлте жапырақшалары және тостаған жапырақшалары болады. Тостаған жапырақшалары мынандай шашыраңқы орналасады. Ол гүлдің күлте жапырақшаларын қорғап тұрады. Гүлдің ортасында аналығы және аталығы орналасады. Аналығы біреу, аталығы жанында үлкен орналасады. Бұл гүлдің құрылысы.
уақытта олар жәндіктер көп еліктіреді. Иә? Себебі жәндіктер гүлдерді тозаңдандырады. Иә. Ал енді бүгінгі жаңа тақырыбымыз тозаңдану және ұрықтану. Осы гүлдер арқылы өсімдіктер тозаңданады және ұрықтанады. Тозаңданғаннан кейін ұрықтану процесі жүреді. Ал енді бүгінгі осы сабағымыздың тақырыбы гүлдің құрылысы, яғни тозаңдану. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңданудың салыстырмалы айырмашылықтарын сипаттау. Осы мақсатқа жету үшін біз бүгін қатеміз жұмыс жасаймыз. Жақсы. Ал енді жұмысымызды бастамас бұрын біз видео көріп алайық. Гүлдің ішінде аталық және аналық орналасады. Аталық жіпше мен тозаңғаптан тұрады. Тозаң дәндері немесе аталық жыныс жасушалары тозаңғапта түзіледі. Аналық аузынан, аналық мойнынан және түйіннен тұрады. Аналық жыныс жасушалары түйінде орналасқан. Тұқым түзілу үшін тозаңдану жүру қажет. Тозаң дәндері аналық аузына келіп пісуі керек. Тозаңдану үдерісі жел немесе су арқылы және бунақ денелілер мен құстар арқылы жүзеге асады. Тозаңданудан кейін өсіп спермиялардың жұмыртқа жасушасына баратын жолы тозаң түтігін түзеді. Спермия жұмыртқа жасушасына келіп жеткеннен кейін ұрықтану жүреді. Яғни жыныс жасушаларының қосылуы. Ұрықтанудан кейін тұқым бастамадан тұқым, ал түйіннен жеміс дамиды. Ал балалар, видеодан не көрдік, не түсіндік, сол түсінгендерімізді бір ауыз сөзбен айтып жіберейік. Бұл видеода біз гүлдің қалай тозаңданатынын көрдік. Гүлдер тозаңдану үшін аналық және аталық жыныс жасушалары болады. Аталық жыныс жасушаларында аталар жүреді. Яғни олар сол аталық және аналық арқылы көбейе алады. Аналық арқылы? Қосымша бөлікшілгенде олар гүл қалай, мысалға гүл жармай тұрды, гүл жарманнан кейін де олар тозаңдана алады. Және ондай гүлдердің көптеген түрлері бар. Мысалға жер жармақ және басқа да гүлдер өздігінен тозаңдана алады. Жақсы. Тағы кім қалай не түсінді? Тозаңдану түрлері айқас тозаңдану және өздігінен тозаңдану болып бөлінеді. Айқас тозаңдану дегеніміз айқас тозаңданудың өзі үшке бөлінеді. Олар жел арқылы айқас тозаңдану, видео материалды көрдік, кітаппен жұмыс жасаймыз, және топ болып жұмыс бірінші. Бунақ денелер арқылы, қазір сурет беремін. Сурет арқылы, суреттердің барлығын осы жерге жабыстырып, бунақ денелер арқылы көбею туралы қатеміз жазамыз. Ал сендер жел арқылы көбею туралы, ал үшінші топ өздігінен тозаңдану туралы. Қазір мен сендерге балалар суретіне карточка беремін, сол карточканы қайсыған келеді, сол арқылы жұмыс жасаймыз. Бунақ денелердің айқас тозаңдануы
денеміз бір гүлдің аталығының екінші гүлдің аналығының аузына түсуі. Бунақ денелер арқылы айқас тозаңданатын гүлдер хош иісті, ашық реңді, ірі пішінді және тәтті шеріне бөлінеді. Оларды баларалар, жабайаралар, көбелектер, құмырсқалар олардың тозаңдарымен және шірнелерімен қоректенеді. Олар бір гүлге қонғанда оның үстілеріне өзінің тозаңдар жабысып, екінші гүлге қонғанда ол аналығының аузына түседі. Дұрыс. Жақсы. Бұны не деп атайды екенбіз? Бунақ денелері арқылы айқас тозаңдану деп атайды екенбіз. Жақсы. Түсіндік бе балалар? Түсінбеген жерлер бар екен? Ал ондай болса бағалап жіберейік. Қалай айтты Диас? Жақсы. Ол қандай белгі қолдарындағы? Жақсы. Жақсы. Ал енді өздерің сендерге қандай тапсырма берілді? Бізге жел арқылы тозаңдану берілді. Жел арқылы тозаңдану. Айтып жіберейік. Бізге жел арқылы тозаңдану берілді. Жел арқылы тозаңдану дегеніміз жел арқылы тозаңның тасымалдану үдерісі. Желмен тозаңданатын өсімдіктердің тозаңдары өте жеңіл, құрғақ және де өте көп болып келеді. Жақсы. Болды ма? Жақсы отыра ғой. Бағалап жіберейік. Жақсы. Неге? Неге сағыз? Жақсы. Ал бастаймыз. Сендердікі? Біздің топқа берген жұмыс бұл өздігінен тозаңдану. Өздігінен тозаңдану дегеніміз яғни сол гүлдегі аталықтың аналықтың аузына түсуі. Бұл жерде аналықтың аузына түсуі гүл сол ұрық арқылы жеткізіледі. Яғни бұл сол аталықтың аузына түсуі қосшынышты гүл деп аталады. Қосшынышты гүл аузына түседі. Бұл үдеріс өте көптеген гүлдерде жүреді. Яғни мысалы түймедақ және де жер жаңағы, қызанақ және бидай және тағы басқалары. Жақсы. Бағалап жіберейік. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында кестені толтырып жіберейік. Барлықтарына парақша таратып бердім. Сол парақшаға тез осыны толтырып жібереміз. Ашық реңді бұлақ денелер арқылы көрінетін өсімдіктер. Дұрыс, жақсы Мөнира. Бойынша таблет тақтасына кіріп, бүгінгі сабаққа кері байланыс жазып жібереміз. Тез телефондарыңызды алып, бүгінгі сабаққа өздерінің кері байланыстарыңызды беріңдер.